Ресейдің Орынбор облысы Елек ауданынан бастау алған Жайық-Орал тарихи мәдени экологиялық және спорттық экспедициясы кеше Бөрлі жеріне табан тіреді. Дәстүрлі экспедиция аясында біз Қосумый жастар форумы өтіп, спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Қос елдің жастары өзара тәжірибе алмасып, Арналы өзеннің болашағы жайында әңгіме өрбітті. Толығырақ тілші тарқатады. Ресей мен Қазақстанға ортақ өзен бойындағы халықтар ерте заманнан рухани бауырлас, тату көршілер, сондықтан мәселелерде ортақ болуы заңды. Жыл өткен сайын Ерке Жайықтың арнасы тайыздалып, экологиялық жағдай нашарлап барады. Сондықтан аталған экспедицияның маңыздылығы жоғары. Экспедиция құрамына тарихшылар, этнографтар, экологтар, жазушылар, журналистер, спортшылар мен азаматтық белсенділер бар. 23 жыл қатарынан өткізіліп келе жатқан экспедицияның биылғы ерекшелігі жорықшылардың 90% жастар. Бұл жастар жылы белесіндегі арнайы бастама. Мына біз эстафетті жастардың қолына бердік. Енді олар өздері қорғайды. Міне көрдіңіздер ме, қанша спорттық жарыстар өткізілді бүгін, ұлттық ойындар өткізілді. Болмайтын болса, кітапханада біз көптеген тақырыптарға бүгін әдейі үлкен баяндамалар қойып, соны тыңдадық, дискуссия болды. Осының барлығы ұрықтандыру жастарды. Экспедицияның басты мақсаты трансшекаралық су жолының мәселесіне қоғам мен мемлекеттің назарын аудару. Өйткені Жайықтың жағдайы күн тәртібінен түскен емес. Қос елдің ортақ құндылығы саналған Жайық өзенінің жылдан жылға тайыздалып бара жатқан жағдайына мамандар үлкен алаңдаушылық тудырып отыр. Әсіресе өзеннің экологиялық жүйесін қалпына келтіру, назар аудару Бөрлі жерінде өткен трансшекаралық форум алаңында талқыланды. Жалпы экспедицияның құрамында қазіргі уақытта Москва қаласынан келген Ресей Федерациясы, Омбы қаласынан, көршілес Башқұртстан Республикасы, өзіміздің Қазақстанның Нұр-Сұлтан қаласынан, Алматы қаласы, Атырау қаласынан, Орал облысының жалпы біріккен құрама команда істейміз. Солар қатысып отыр. Экспедицияның жұмысы жалпы алдағы уақыттарға жетістіктерге жетеді деп ойлаймыз. Ортақ өзеннің тазалығы мен екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға арналған шараны насихаттауда экспедиция 23 жыл бойы жүйелі жұмыс істеп келеді. Осы жылдар арасында Жайық жанашырларының жеткен жетістіктерінің бірі үкіметаралық комиссияның құрылуы болып отыр. Мамандардың сөзінше 23 жылда өзендегі су көлемі 2,5 есеге төмендеп, табиғи уылдырық шашу орындарының саны азайған. Былтыр ғана үлкен комиссия құрылды. Межгосударственный дейді, мемлекеттің арасында, екі мемлекеттің арасында. Сол комиссияның ең бірінші мақсаты осы біздің өзеніміздің жағдайын қарау, өзеніміздің әрі қарай қалай қандай шаралар өткізетін, сол шараларды бекітіп, сонымен жұмыс жасау. Комиссияға біздер жылда, былтырдан бастап жылда өзіміздің ұсынысымызды береміз. Сол ұсыныс бойынша олар әрі қарай өздерінің жұмыстарын жоспарлайды. Бөрлі жеріндегі басқосудың маңыздылығы жоғары. Біз +Мы форумында екі елдің жас көшбасшылары мен жастар халық ассамблея басшылары бас қосып, Жайық таза жағалау, тату көршілер алаңында түрлі акциялар ұйымдастыру тақырыбы талқыланды. Балаларға тарихи өлкетану квест ойындары мен туристік спорттық жарыс ұйымдастырылды. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.